Мен саған сәлем жолдаймын. Менің керемет, әдемі Ви отбасым бүкіл планетада Ви. Бәрі жақсы. Менің көзқарасым әлемді жаулап алу. Сондықтан мен планета Ви деп ойша айта бастаймын. Жарайды. Өйткені әлем Виге тиесілі. Және бұл сіздің керемет аспазыңыз. Тіпті 3 апта бойы ұйықтамағаннан кейін де, 1 апталық кездесулерден кейін де керемет көрінеді. Көптеген кездесулер. Қазір менің Малайзиядағы Ви Корпат компаниясына арналған бизнесті дамыту жөніндегі керемет командам сізге қолдау көрсету және тамаша 20-18 жасыңызды қамтамасыз ету стратегиясын әзірлеуде. Мен бұған көп уақыт жұмсадым. Мен Дато Шри Виджайды мақтан тұтамын. Сіз оның Португалияның Каскайс қаласында өткен Карасис конференциясының негізгі спикерлерінің бірі болып табылатын бірнеше әлеуметтік медиа фотосуреттерін көргеніңізге сенімдімін. Мен өткен жылы сонда болдым. Мен биыл келе алмадым. Бірақ мен 2018 жылға арналған керемет жоспарларды талқылау үшін Лондонда Дато Шри Виджаймен міндетті түрде кездесемін. Мен көп отырдым және сіздердің барлығыңызбен, барлық басшыларыңызбен сөйлестім. Апта сайын WhatsApp-та сөйлесіп, жүздеген WhatsApp қолданушылармен сөйлесуге тура келді. Және бұл сәрсенбідегі хабарлама сәл ерекше. Өткен сәрсенбідегі хабарлама сізге ұнады деп үміттенемін. Осы сәрсенбідегі хабарламада мен өз бизнесіміздің негіздеріне қайта оралғым келеді. Көптеген адамдар желілік маркетингті анықтауға тырысып жатқанын көріп тұрсыз. Көптеген адамдар желілік маркетингті бизнес үлгісі ретінде жіктеуге тырысады. Иә, солай. Бүкіл әлем бойынша тікелей сату және желілік маркетинг айналымы бүгінде 200 миллиард ақш долларынан асады. Нет, Азияда пайда болған және қазір Ви планетасын жаулап алып жатқан ең күшті желілік маркетингтік компаниялардың бірі. Бірақ бұл формалдылық туралы емес. Әркім бұл бизнесті оның не екеніне, сату жоспарына, бизнестің маңызды аспектілері болып табылатын өнімдерге қарай анықтауға тырысады. Және әркім көшбасшылық туралы айтуға, осы желінің адами аспектісі туралы айтуға тырысады. Онда сіз өзіңізді итермелеуіңіз керек. Өз шегіңізден шығып, шексіз болуыңыз керек. Мұның бәрі шындық. Бірақ егер сіз бұл бизнеспен шынымен айналысатын болсаңыз, оның не туралы екенін шынымен түсінетін болсаңыз, онда бұл сайып келгенде қарым-қатынас туралы. Басқа ештеңе қажет емес. Баяғыда мен сәрсенбідегі хабарламамда қарым-қатынас туралы бейне түсірдім. Менің ойымша, бұл туралы еске түсіру маңызды. Балалар, өйткені кейде желі қолданушысы ретінде мен бұл бейнені көріп отырған кейбіреулеріңіз бір апта, бір күн, 5-10 жаста немесе менің керемет кішкентай бетімді көргіңіз келеді. Бұл жақсы. Бірақ бұл қарым-қатынас туралы. Сіз пирогты қалай десеңіз де, біздің саланы қалай талдасаңыз да, ол желі болсын, жоғары желі болсын, Ви корпоративтік отбасы болсын, немесе нет болсын. Біздің негізін қалаушыларымыз, ұлы тұлғаларымыз, Дато Шри Виджай және Жападас Бисмарк болсын. Желілік маркетингтің негізі қарым-қатынас деп аталатын бір нәрсеге байланысты. Сондықтан, егер сіз бастық десеңіз, сіз өте керемет басшысыз, Патман Синатраджа. Жарайды. Және сіз менен соңғы 20 жылда Дато Шри Виджайдан қандай дағдыны үйрендім деп сұрайсыз. Егер сіз менен желілік маркетингке жету жолындағы ең маңызды дағды қандай деп сұрасаңыз, менің жауабым бұл қарым-қатынасты қалай басқару керектігін білу, бұл қарым-қатынастарды түсіну, басқару және олардың өсуіне, дамуына және нығаюына көмектесу қабілеті. Өйткені, танымал пікірге қарамастан, қарым-қатынас бұл желіні ұстанатын жалғыз нәрсе. Қарым-қатынас бұл біздің бизнесіміздің негізгі тірегі. Ал бүгін, егер сіз желіге қарасаңыз, егер сіз жоғары деңгейлі адам болсаңыз, онда бәрі жақсы. Сіздің ұстанымыңыз, қай жерде болсаңыз да, кнетпен байланысыңыз, вимен байланысыңыз, сіздің төменгі ағыныңызбен байланысыңыз, тіпті жаңа ғана тіркелген жігітпен де, мұның бәрі бір нәрсеге байланысты. Қарым-қатынас. Сіздің қарым-қатынасыңыз берік, қарым-қатынаста болған кезде ғана тиімді болады. Егер сіз бүгін қандай да бір қарым-қатынасты басқаруға қарасаңыз, біз оған бейімделмегенімізді көресіз. Мен оны Дато Шри Виджайдан үйренбей тұрып, қарым-қатынасты басқара алмадым. Мен қарым-қатынасты басқарудың негізгі аспектісі сізден басталады деп сенемін. Жарай ма?
қатынасты басқарудың бірінші ережесі, егер сіз қарым-қатынастың сәтті болғанын қаласаңыз, бірінші ереже ешқашан өзгермейді. Тостағаның босап қалды. Өзіңді кім деп ойлайтыныңды, өзіңді қаншалықты маңызды деп санайтыныңды, өзіңді қаншалықты табысты деп санайтыныңды білгеніңнің қарым-қатынас орнатқың келетін адамға еш қатысы жоқ екенін мойында. Қарым-қатынас орнатудың маңыздылығы басқа адамға тек өзіңізге ғана емес, өзіңізге де қызығушылық танытатыныңызға 100% сенімді сезіну. Сіз оның өсуіне, табысқа жетуіне, оның шексіз әлеуетіне жетуіне мүдделісіз. Өйткені егер сіз барлық бағыныштыларыңыздың ата-анасынан басқа өмір бойы жүріп өткен жолына көз жүгіртсеңіз, олардың табысқа жетуіне ешкім мүдделі емес еді. Олардың тұлға ретінде өсіп, жетілуіне ешкім мүдделі емес. Мен Дато Шриге жетістігім үшін, ақшам үшін, қаржылық еркіндігім үшін, бүгінгі сіздің жетекшіңіз болғаным үшін күн сайын алғыс айтамын. Бірақ мен оған күн сайын алғыс айтатын ең маңызды нәрсе ол Бэтменге назар аударғаны үшін. Ол Бэтменнің өсуіне, Бэтменнің жақсы адам болуына назар аударды. Және, әрине, бұл өте ауыр болды. Бәрі жақсы ма? Өйткені ата-анаңнан кейін сенің жеке өсуіңе ешкім мән бермеді. Сен бұл планетада жаңа ғана өмір сүрдің. Бірақ желілік маркетингтің сұлулығы мынада, сіздің өсу сызығыңыз сізді табысқа жетелейді. Және сіздің шексіз әлеуетіңізді ашуға мүмкіндік береді. Ашуға мүмкіндік береді. Егер сізде оған қызығушылық танытатын өсу сызығы болса, сіздің жеке өсуіңіз сіздің мансап сатысына көтерілуге тамаша мүмкіндігіңіз бар екенін білдіреді, және сіз бұл қарым-қатынасты қорғауыңыз керек. Біреуменен неліктен бұл хабарламаны әр апта сайын, сәрсенбіде, кейде мүмкін болмайтындай етіп жасайтынымды сұрады. Себебі мен қарым-қатынасымызды бағалаймын. Көрдің бе, мүмкін сен менімен ешқашан кездеспейтін шығарсың. Мүмкін біз ешқашан сөйлеспейтін шығармыз. Мен сені шынымен кездестірмес бұрын, немесе сенің кім екеніңді білмей тұрып, келесі 10 жыл бойы мені бейнеден беруің мүмкін. Бәрі жақсы ма? Бұл біздің қарым-қатынасымыз жоқ дегенді білдірмейді. Сен менің қол астымдасың, ал мен сенің қол астыңдамын. Бұл желілік маркетингтегі негізгі қарым-қатынас. Біз ешқашан сөйлеспеуіміз, немесе бір-бірімізді білмеуіміз мүмкін. Бірақ мен бұл қарым-қатынасқа әлі де байыпты қараймын. Мен бұл хабарды сәрсенбіде сіздің жеке өсуіңізге қосқан үлесім ретінде қолданамын. Егер менің сәрсенбіде айтқандарымның кез келгені сізге оң әсер етіп, өсуге және өзгеруге көмектесетін болса, онда біздің қарым-қатынасымыз жұмыс істейді. Сондықтан қарым-қатынаста бірінші ереже шын аяқты босату. Кез келген қарым-қатынаста сіз маңызды емес екеніңізді мойындаңыз. Бірақ сіз бұл қарым-қатынасты орнататын адам. Бұл адам маңызды болуы керек. Сіздің бұл қарым-қатынасты орнату ниетіңіз сіздің күшіңізден жоғары болуы керек. Егер сізде тек сізге пайда әкелетін қарым-қатынасыңыз болса, бұл сіздің қарамағыңыздағы адамға тек биби ретінде қарайтыныңызды және ол сіздің тексеруіңізге көбірек үлес қоса алатынын білдіреді. Бұл қарым-қатынас бірінші күннен бастап сәтсіздікке ұшырайды. Маған сеніңіз, бұл 1-2 айдың ішінде жұмыс істейді. Содан кейін бұл адам сіздің оған шынымен мән бермейтініңізді түсінеді. Дәл осы сәтте қарым-қатынас бұзылады. Ал қарым-қатынастағы қамқорлық тек бір нәрсені талап етеді: уақыт, басқа ештеңе жоқ. Бұл қамқорлықты тек уақыт өте келе бөлісуге, көрсетуге және көрсетуге болады. Маңыздысы күн сайын, апта сайын осы жұмысқа арнайтын уақытыңыз. Бәрі жақсы. Бұл сіз көрсететін бейне емес. Бұл сіз берген бағыт емес. Сіздің алдыңызға қойған мақсатыңыз ғана маңызды емес. Маңыздысы бұл адамға немесе адамдар тобына уақыт бөлу. Бұл оларға шынымен қамқорлық жасайтыныңызды көрсетеді. Бәрі жақсы. Сондықтан шын аяқыңызды босатыңыз және қарым-қатынас сіздің табысыңызға, ақшаңызға және қаржылық еркіндігіңізге ғана емес, басқа адамға қамқорлық жасауға негізделгеніне көз жеткізіңіз. Өйткені желілік маркетингте жалғыз қаржылық жағынан еркін болу мүмкін емес. Сіз өзіңіздің ұйымыңыздағы барлық адамдармен қарым-қатынас орнатқан кезде ғана қаржылық жағынан еркін бола аласыз. Олар сізге сенеді. Олар сізге сенеді. Сіз оларды барынша арттырасыз. Олардың қолын ұстайсыз. Не болса да, олар сені сынай алады. Олар сен туралы көп нәрсе айта алады. Бірақ бұл кез келген қарым-қатынастың құны. Екі ағайынды ұрысып қалуы мүмкін. Сен анаңмен немесе әкеңмен ұрысып қалуы мүмкін. Бұл қалыпты жағдай. Білесіз бе, қарым-қатынас тек шуақты күндерге байланысты емес. Дату Шри мен менің анам, жаратқан ие олардың жанын жарылқасын. Маған әрқашан жақсы күндер келгенде, сіздің қарым-қатынасыңыз ешқашан сыналмайтынын үйретті. Жақсы күндер келгенде, барлық төменгі адамдар сені жақсы көреді. Бәрі сенің
қолынан ұстап, Кумбая әнін айтады. Бәрі жақсы ма? Сіздің қарым-қатынасыңыз қиын уақытта ғана сыналады. Бәрі жақсы. Мен әрқашан адамдарға шуақты күнде достасатын адам емес екенімді айтамын. Мен шуақты күнде дос болатын адам емеспін. Мен туған күнді ұмытып кетемін. Мен біреудің өміріндегі әрбір оқиғаны сағындым. Бәрі жақсы ма? Бірақ мен өмірімдегі адамдарға жаңбырлы күні дос боламын деп уәде бердім. Қиындыққа тап болған кезде Патман Синатраджаға, Дато Шри Виджайға және Жапаға қоңырау шалуға болады. Біз әрқашан қасымызда болмауымыз мүмкін. Бірақ мәселе туындаған кезде біз әрқашан қасымызда боламыз. Және сіз бұл мантраны айтуыңыз керек. Көтерілу сызықтары бар. Сіздің төменгі сызықтарыңыз жақсы кездер келгенде саусағыңызды ұстауыңыз керек. Ал төменгі сызықтарыңыз жаман кездер келгенде қолыңызды ұстауыңыз керек. Дәл осы кезде олар сіздің қатысуыңызды сезінуі керек. Сіздің жауынгерлігіңізді сезінуі керек. Сіздің сүйіспеншілігіңізді сезінуі керек. Сіздің қамқорлығыңызды сезінуі керек. Және өздерін тастап кеткендей сезінбеуі керек. Сондықтан осы мақсатқа, менің мақсатыма жету жолында біз мінсіз емес екенімізді, бірақ біз ешқашан мінсіз болмайтынымызды тағы бір рет еске салайын. Мен сені ешқашан қиын сәтте тастамаймын. Мен сенің қол астындағыларыңды қиын кездерде ешқашан тастамауың үшін дұға етемін. Қарым-қатынаста да сенім болуы керек. Және сіз жоғары деңгейдегі кез келген нәрсеге, кінет және ви жасайтын барлық нәрсеге сенуіңіз керек. Бұл сенім бүкіл команданы біріктіретін жел сияқты. Сенімсіз команда болуы мүмкін емес. Сенімсіз максималды патшалар мен патшайымдар болуы мүмкін емес. Өйткені сайып келгенде сен не істеп жатырсың? Сен өз армандарыңды қабылдап, оларды басшыларыңа тапсырып, былай дейсің, мен сенің айтқаныңды орындасам. Сол армандарыңның орындалатынына көз жеткізетініне сенемін. Презентацияға көңіл бөлемін. Сондықтан мен өзімді ажыратпаймын. Мәселе туындаған кезде ақымақ болып қалмаймын. Сондықтан мен осы сапарымда жауынгер боламын. Ал сен өз армандарыңды басшыларыңа сеніп тапсырасың. Енді миллиондаған адамдар бізге өз армандарыңды сеніп тапсырды. Мен, Дато Шри, Жапа, біз серіктеспіз. Арун, Нали, Сети, Дэвид, Див Джойл, Дэвид Адвани, барлығы ви серіктестері. Сен бізге өз армандарыңды сеніп тапсырдың. Және бұл сенім қол астындағылардың жағында болуы керек. Өйткені сайып келгенде желілік маркетингтегі қарым-қатынасқа деген сенім дегеніміз не? Бұл оларға көмектесуге және оларды қабылдауға, қол ұстасуға, олардың жанында болуға, ешқашан берілмеуге. Бұл арманды жүзеге асыру жолында ешқашан ақымақ болмауға деген сенім. Егер сіз оларды нөлден максимумға дейін жеткізсеңіз, егер сіз оларды басқа біреуден басқа біреуге айналдырсаңыз, дәл қазір сіздің кейбір бағыныштыларыңыз сіздің айтқаныңызды орындамауы мүмкін. Бірақ олардан бас тартпаңыз. Бәрі жақсы ма? Біз сенен ешқашан бас тартпағанымыз сияқты. Мен адамдарға әрқашан бір нәрсені айтамын. Кінет ешқашан мінсіз болмайды. Өйткені кемелдік деген ұғым жоқ. Ви ешқашан мінсіз болмайды. Өйткені кемелдік деген ұғым жоқ. Бірақ 20 жыл ішінде біз ешқашан өз желімізден бас тартқан емеспіз. Біз әр шайқаста үлкен тәуекелмен шайқастық. Өйткені бізді нағыз жауынгер Дато Шри Виджай Ишван басқарды. Біз күресуді жалғастырамыз. Соғыстар болады, сынақтар болады, және сиырлар үйге келгенше шайқастар болады. Бірақ біздің қарым-қатынасымыз берік. Егер сіз өзіңіздің бағыныштыларыңызбен және басшыларыңызбен ең күшті қарым-қатынас орнатуға көңіл бөлсеңіз, мен сізге ешқандай қиындық, негатив, драма команданы ешқашан бұзбайтынына уәде беремін. Сіздің бейгелеріңіз төмендемейтіні және чектеріңіздің өсетіні желілік маркетинг туралы бір қарапайым негізгі шындыққа негізделген. Сайып келгенде, мұның бәрі тек қарым-қатынасқа қатысты. Сондықтан, сізде бар қарым-қатынасты бағалаңыз. Осы жылдар бойы қасыңызда болған адамдарға назар аударыңыз. Оларға күш-қуат беріңіз. Олардың жанында екеніңізге сенімді болыңыз. Және сіз не істесеңіз де, сіз қандай көшбасшы болсаңыз да. Бұл хабарлама сіздің ұйымыңызда кеше ғана тіркелген соңғы адамға анық жеткізілуі керек. Сынақ қаншалықты қиын болса да, күн қаншалықты жаңбырлы болса да, сағат қанша қараңғы болса да, сіз әрқашан олардың жанында боласыз. Менің айтайын дегенім, ешбір жағдайда ешкімді ешқашан тастамайсың. Бұл Дато Шри Виджай мен Бисмарк Жапрадан біз 20 жыл бойы мұра етіп қалдырған діннің өзі. Егер сіз шынымен де ұзақ өмір сүруге арналған ұйым болғыңыз келсе,
Менің бүгінгі сәрсенбідегі жалғыз кеңесім, бұл хабарлама, ғасырлар бойы қалыптасқан қарым-қатынастарды құру. Сайып келгенде, бұл желілік маркетингтің мәні. Мен сендерді жақсы көремін, және осы аптада мен бұл қарым-қатынасты патшалардың максимумы мен патшайымдардың максимумына айналдырамын. Мен сені жақын арада бәлінің виконында көремін. Мен сені жақсы көремін.